Сонымен сіздермен номері 26-шы сұраққа келіп жеттік. 26-шы сұрақ бізде контекстте. Негізгі өнімі спирттік ашыту арқылы алынған азаты жалынды сары түске бояйтын металлмен реакцияға түссіз, иіссіз газ бен баз затын түзеді дейді. Негізгі өнімді спирттік ашыту арқылы алынған дейді. Оқушылар, бізде спирттік ашу, май қышқылдық ашу, жалпы ашу десе әңгіме не туралы оқушылар? Глюкоза. Иә, глюкоза туралы. Сонда есептің шартында глюкозаны спирттік ашытқанда не түсіретін еді бізде? Этил спирті. Этил спирті. Осы жерден сразу түсінуге болады, әңгіме не туралы? Этанол туралы. Иә, этанол туралы. Одан кейін біз егерде мынау сапалық реакциялар деген болды ғой жаңа документ. Қаяқта еді біздің сапалық реакциялар деген документ? Не көрініп тұр? Бинарлы қосылыстарды. Сапалық реакциялар деген көрініп тұр ма? Пока что Ендіше. Ашылды ма? Мынау биорганикалық заттардың сапалық реакциялар міндетті түрде жаттаңдар деген документ бар ғой, соның ішінде міне жалынды сары түске бояйтын бізде не екен оқушылар? Әңгіме не? Натрий. Олай болатын болса, натрий, иә. Сонда А заты бізде сонымен не болды? А заты бізде С2H5OH болды. Иә? Енді С2H5OH-қа натрийді қоссаңдар, білесіңдер, иә? Натрий қай сутектің орнын басады? OH пен байланысқан сутектің орнын басады, иә. Сонда О натрий, бұл бізде Б заты, және не түсіреді екен? Сутегі газы түсіреді, иә. Бұл жеңіл газ. А заты тығыздығы 1,63 грамм литр болатын минералды қышқылмен әрекеттескенде. Енді осы минералды қышқылдың несін тауып аламыз біз? Малярлық массасын тауып аламыз, иә. Малярлық массаны табу үшін тығыздықты неге көбейтеміз? Көлемге. Тығыздығымыз 1,63, оны көбейтеміз. Кез келген газ қалыпты жағдайда қанша көлем алады оқушылар? 22-де 4-де. Сонда 1,63 көбейту 22-де 4, сонда 36-да 5. Енді МР 36-да 5 болатын, ол қандай қышқыл оқушылар? Тұз қышқыл, иә. Сонда С2H5OH-қа H хлорды қосқанда бізде С заты алынады екен. Яғни біз хлор мен OH-тың теріс зарядталғандардың орнын не істей саламыз? Алмастыра саламыз, иә. Сонда С2H5 хлор қосу не түзіледі оқушылар? H2O түзіледі. Мынау біздің сонда С затымыз. Мынау бізде С затымыз. С заты түзіледі дейді. С заты жалынды сары түске бояйтын А металлының судағы ерітіндісімен әрекеттескенде бастапқы А заты түзіледі дейді. Судағы ерітіндісімен. Яғни бізде түсініп отырсыңдар ғой, иә. С2H5 хлорға натрий OH-тың сулы ерітіндісін қоссаң, бізде не түзілетін еді оқушылар? OH енді қайтадан ненің орнын басады? Бутан. Ойбай, бутан деп қой. Спирт қайтадан түзіледі. Спирт қайтадан түзіледі, көрінер ме? А затымыз қайтадан түсіп тұрыпсың. Ары қарай кеттік. Спирттегі ерітіндісімен әрекеттескенде дейді. Ал енді өздерің жақсы білесіңдер, С2H5 хлор натрий гидроксидінің спирттегі ерітіндісін қоссаң, ол кезде бізде керісінше не түсіреді? С2H4 қосу натрий хлор, қосу H2O, иә, H2O. Біздің жағдайымызда мынауымыз біздің не екен? Д заты. Д заты түссіз, иіссіз ауадан жеңілдейді. Ауаның МР қанша оқушылар? 29, ал 29, иә. 29, ал 29-дан С2H4-тің МР 28, сәл ғана жеңіл. Сонымен біз А, Б, С заттарының бәрін не істеп алдық? Тауып алдық. Сонымен А затының судағы ерітіндісінің лакмустың түсі дейді. С2H5OH ол суда диссоциацияға ұшырамайды. Сондықтан да лакмустың түсі бізде не істемейді оқушылар? Өзгермейді, иә, өзгермейді. Өйткені ол бізде түсі өзгермейді. Әрі қарай кеттік. Номері 27-ші сұрақ. С затындағы көміртек атомдарының тотығу дәрежесі. С заты не еді бізде оқушылар? С2H5 хлор еді. Оның құрылымдық формуласын сендерге ашып жазайын, түсінікті болу үшін CH2 хлор. Біз қандай әдісті қолданамыз оқушылар? Блок әдісін қолданамыз, иә. Блоктағы әрбір элементтің тотығу дәрежесі, элементтердің тотығу дәрежесінің қосындысын нешені беру керек? 0 беру керек. Сутектікі плюс 1, наныкін x деп алатын болсақ, сонда x қосу 3 тең 0 болады. Осы жерін x тапсаңдар минус 3 болады,
Мгм. Ары қарай мына жерде мынаны x деп аламыз, мынаны +1, хлордікі -1, иә. Сонда x қосу 2 азайту 1 тең не болады? 0 болады. X тең әрине -1 шығады. Ары қарай өте қарапайым, иә, түсінікті деген ойдамын. Сұрақ бар ма? Жоқ, Оқушы. түсінікті. Жоқ. Номері 28-ші сұрақ. С затын сілті қатысында гидролиздеп алынған А затын дейді. Концентрлік күкірт қышқылы қатысында дегидратацияланған реакциясына түзген Д газын массасы 320 грамм болатын 20% бром су арқылы өткізді. Бірінші реакция өнімінің шығым 70% болса, реакцияға жұмсалған бастапқы С заты дейді. С заты бізде кімнің есінде не еді? С2H5 хлор. С5 хлор. С2H5 хлор. Одан Д затын алған. С2H4 алған, иә? С2H4. Бұл екеуін қалай теңестіреміз? Екеуі де органикалық зат болса, көміртектің санына қараймыз. Реакция тең. Ары қарай оны немен әрекеттестіріп тұр? Бром суымен әрекеттестіріп тұр. Бром бізде бірді астында екеуі тең, екі валентті, ал алкендер бізде неше валентті еді, оқушылар? Тоже эквивалент. Сондықтан реакцияны не деп қарастырамыз? Тең деп қарастырамыз. Масса бром 2-ні тауып алуымыз керек. Ол үшін 320-ны көбейтеміз 0,2-ге, 20% ойша 100-ге бөліге 64, мынау 64, x1, мынауымыз қанша болады оқушылар? 160 емері, мынанікі 29 қосу 35 те 5, 64 те 5. Осы жерден x1 тапсаңдар, 64-те 5-ті көбейтем 64-ке, бөлем 160-ға. 25 те 8. Енді x-іміз қай жақта тұр бізде, оқушылар? Сол жағында тұр. Шығымды ойша 100-ге бөліп аламыз. 0,7-ге не істеп жібереміз, оқушылар? Бөліп жібереміз. Сонда 36-да неше болады екен? 85 болады. Сұрақ бар ма? Народ? Түсінікті ағай. Түсінікті. Номері 29. Номері 29. С затының артық мөлшері натриймен әрекеттескенде түзілетін көмірсутектің изомер саны дейді. С заты дегеніміз жаңа С2H5 хлор, натриймен әрекеттесу ол кімнің реакциясы еді, оқушылар? Вирц реакциясы. Ал вирц реакциясы кезінде радикал не істейтін еді бізде? Екі еселеніп бутан. Екі еселенеді, дұрыс айтасың. Бутан. Бутанның енді неше изомері бар бізде? Міне мынауымыз біздің бутан, Екі изомері бар. мынауымыз біздің изобутан, иә? Мынау бутан, мынау изобутан. Сондықтан изомерлер саны неше болады, оқушылар? Бізде әрине екеу болады. Номер 30-шы сұрақ. Бұларның массасы 18 грамм азатымен оның ең жеңіл гомологының құрамындағы көміртектің массалық үлесі 37-де 5%. Қоспасы массасы 32 грамм, қыздырылған қара түсті ұнтақпен толтырылған түтіктен өткізілді дейді. Қалған заттар қоспасы күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесті. Қоспадағы А затының несін тап дейді? Массалық үлесін тап дейді. Немене дейді? Бұларының массасы 18 грамм. А заты мен оның ең жеңіл гомологының құрамда көміртектің массалық үлесі 37% қоспасы дейді. Получается, давайте, әңгіме метанол шығар, давайте, на всякий пожар, метанолдағы нені есептеп көре салайықшы. Көміртек 12, оны бөлеміз 32-ке. Әңгіме этанол туралы екен. В общем, А заты бізде не еді, оқушылар? Этанол, иә? Этанол. Ал Б заты? Белгісіз екінші зат метанол. Ең жақын гомологы деп тұр, метанол. Осы екеуінің қоспасының массасы, мынаны біз әдеттегідей А деп аламыз, мынаның зат мөлшері не деп аламыз? Б, мынанікі эмері 46, мынаның эмері 32. Сонда бірінші теңдеуіміз не болады? 46А қосу 32Б тең не болады бізде, оқушылар? Онда 8 болады. Онда 8 болады. Қоспасы массасы 32 қыздырылған қара түсті ұнтақпен толтырылған түтік өткізілді. Қалған заттар қоспасы көлемі күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесті дейді. Қоспадағы А затының массалық үлесі дейді. Получается, қараңдар, бізде 32 қыздырылған қара түсті ұнтақпен толтырылған түтікпен өткізілді. Әңгіме мыс оксиді туралы, иә? Мыс оксиді арқылы өткізілген.
Ал енді қалғанын немен әрекеттестіріп тұр? Күкірт қышқылымен. Давайте біз бірінші күкірт қышқылының массасын тауып алайық. Масса H2SO4-ті табу үшін біз тығыздықты көбейтеміз, көлемге көбейтеміз омегаға, иә? Тығыздығымыз қанша біздің? 1,06, көлеміміз 174-те 2, көбейтеміз 0,08-ге. 8%-ды ойша 100-ге бөліп алдым. Бұл түсінікті деген ойдамын. Ну, әрі қарай кеттік енді. Бізде H2SO4 стрелка купрум О. H2SO4-тің мрі 144-те 772, мынау X1, мынанікі жаңылмасам 80, мынанікі 98. Осы жерден X1-ді тапсақ, көбейтеміз 80-ге, бөлем 98-ге. Ну, сонда 12 шығады екен. 12. Бізде О баста қанша грамм еді, оқушылар? Мыс оксидінікі 32 грамм, 32 грамм. 32. Одан 12-ні алып тастаймыз, сонда 20 граммы немен әрекеттесті деген сөз, мынаумен әрекеттесті деген сөз. Әрі қарай енді мыс оксидінің зат мөлшерін тауып аламыз. Ол үшін 20-ны бөлеміз нешеге? 80-ге. Тең 0,25. 0,25. Әрі қарай кеттік енді. Біздің жағдайымызда 2А қосу 2Б тең 0,25. Әрі қарай бізде ішінде кішкентай сан, мынау 16, барлығын көбейтіп шығамыз. Сонда 32А қосу 32Б тең 16-ға көбейтсек 4, бөлу 46А қосу не болады? 32Б тең 10-8. Алып тастаймыз. 14Б тең 6-8. Б тең мынандай қорқыныштан шығады. Бізге нені тап дейді? Азатының массалық үлесін тап деп тұр. Азат бізде не еді? Мынау А ғой бізде, оқушылар. А ғой, кешірім. C2H5OH. Көбейту 46, бөлу 0,48-де 57 деп алсақ, оқушылар, мына жерде біз 2А қосу 2Б деп шығарсақ, мәні теріс шығып кетеді екен, е? Мәні теріс шығып кетеді екен. Сондықтан да біз біз бұны не деп алмайық? Просто А қосу Б деп алайық. Бірдің бірге қатынасында әрекеттесетін болып тұр ғой. Сонда мына жерде нешеге көбейтуіміз керек болады бізде? 32-ге көбейтуіміз керек болады. Сонда 32А қосу 32Б. Әлде мен қате кеттім ба? Дұрыс, 32. Сонда 32Б, 32-ні көбейтем 0,25-ке 8 шығады. 8-ден алып тастаймын, 10-8-ді 2-де 8 шығады. 2-де 8. Мынау 14А. Солай емес па, оқушылар? Мынау 2-де 8. Әрі қарай 2-де 8-ді бөлем 14-ке. Ну, енді әдемі сан шықты. А тең 0,2 болады. Сонда 0,2 көбейту 46. 46 деп отырған мрі 0,2 оның зат мөлшері. Бөлеміз 10-8-ге, қоспаның общий массасына көбейтеміз 100-ге. Енді көбейтем 46-ға, бөлем 10-8-ге. Ну, 85-те 18%. Енді дұрыс сияқты. Сұрақ бар ма, оқушылар? Бұл енді С деңгейінің есебі ғой, оқушылар. Сондықтан ұбт-да не қылмас. Бізде 30 бар екен. 30-ды шығардық, е? 30 бір көрсетшінші 30-да. Әрі қарай кеттік. 31. Берілген заттармен түзілетін өнімдер арасында сәйкестендіріңдер. Аммиактың өршіткі қатысында, оқушылар, бұл екі реакцияны білулерің керек. Өршіткінің қызметін не атқарады бізде, оқушылар? Платина. Родий. Платина, НО қосу не түзілетін еді бізде? H2O.
теңестіргенде әрқашан неше қойып бастаймыз? 4 қойып бастаймыз, иә? Мгм. Ары қарай 4NH3 қосу 3O2, ал өршіткішсіз бізде азоттың несі өзі түзіледі, солай емес пе? Өсіледі. Сондықтан аммиактың өршіткі қатысында бізде әрине не түзіледі? NO түзіледі, азот монооксиді. Ал мына жағдайда аммиактың толық жануы кезінде бізде не түзіледі? Азоттың өзі түзіледі. Номері 32-ші сұрақ. Берілген теңдеуде А және Б заттарының ондағы сигма байланыстарының санын сәйкестендіріңіздер дейді. С3H6 қосу H2O дейді. Сонда С3H8 не болады? О болады. Неге? Өйткені мында көміртектің саны 3, сутектің саны нешеу? 8 и О. Енді бұл ашық тізбекті қосылыс. Атомдардың санынан нені алып тастаймыз, оқушылар? 1-ді алып тастаймыз тұрақты, сол кезде сигма байланыстарының саны шығады. Онда атомдардың саны қанша? 12, 12-ден 1-ді алып тастасаң, сонда 11 сигма болады. Бізге құрылысын салудың керегі жоқ. Дальше, мынау енді қосу есе H2O бар екен ескерсеге, біз білеміз ғой, егер реакциядан қышқыл немесе негіз қатысса, міндетті түрде не болады? Су түзіледі. Сондықтан бізде әңгіме мына жерде не туралы, оқушылар? С6H6 туралы. Ал тұйық тізбекті болса, атомдардың саны неге тең бізде? Сигма байланыстарының санына тең. 6-ға 6-ны қоссаң, 12 не болады бізде? Сигма болады. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ, әдем. Бізде бұл жерде лайфхакпен оп-оңай таба саламыз. 33-ші сұрақ. Енді оқушылар, біз құдай қаласа келесі аптадан емес, даже осы аптадан бастап біз міндетті түрде нағыз ұбт басталғанша міндетті түрде өтуіміз керек тақырып бар. Ол арнайы курс болып ашылған. Жазылам десеңдер, оның ішінде егер толық үйреніп шықсаңдар, максимум 25 балға дейін алуларыңа болады. Ол курста біз 3 бөлімді қамтимыз. Осы контексттерді қамтимыз, сәйкестендіру жауаптарын орындауды үйренеміз. Контексттен кем дегенде 5 балдың 4-еуін алып үйренеміз. Көп жауаптылықтардан кем дегенде 10 балдың 8-ін, сәйкестендіруден 10 балдың 8-ін алып үйренеміз. Минимум 20 бал алып үйренесіздер, ал максимум 25 бал алып үйренесіздер. Сондықтан қатысам десеңдер, жеңілдікпен жазылсаңдар болады. Бұл жағдайда оқушылар сендерге әртүрлі лайфхактар үйретіледі. Соның бірі міндетті түрде өтілетін ол генетикалық қатарларға байланысты. Өйткені көп оқушылар генетикалық қатарларға байланысты есептерді істеген кезде мен реакцияны жазуды білмеймін дейді, тастап кетеді. Бірақ міндетті түрде біз сендерге мысалы контексттерді орындағанда маңызды кеңестерді айтамыз ғой, практикалық матрицаны құру, сұрақтар мен жауаптар қосымша ақпарат береді, сұрақтарды ретімен орындаудың керегі жоқ деген сияқты. Дәл солай біз сәйкестендірудің де маңызды кеңестерін айтамыз. Бірінші, мүмкін болатын жұпты анықтау. Мүмкін болатын жұпты анықтау деген не? Енді қараңыздар, мына жерде көміртектің саны неше, оқушылар? 2. Мына жерде су қоссаң көміртектің саны өзгере ма? Өзгермейді. Значит, А затында да көміртектің саны 2. Мыс оксидін қоссаң көміртектің саны өзгермейді. Өйткені ол жерде көміртек жоқ. Б затында да 2. Аргентум 2-оны қоссаң да көміртектің саны өзгермейді. С затында да көміртектің саны 2 деген сөз. Енді міне нені ашамыз? Қараңдар, бізде 4 вариант бар. Сірке қышқылы, құмырсқа қышқылының метил эфирі дейді. Сірке қышқылында көміртектің саны нешеу? 2, құмырсқа қышқылында 1, ал метилда да 1. Жалпы саны 2. бутанда нешеу? 4. Сірке қышқылында 2, метилда 2. Мұнда да 4. Сонда А жауабына қайсысы сәйкес келеді деген сөз? Либо 1 сәйкес келеді, либо 2 сәйкес келеді деген сөз. Неге? Өйткені бізде С затында көміртектің саны 2 болу керек. Либо мынадан, либо мынадан. Сонда Б-ға қайсысы сәйкес келеді деген сөз, оқушылар? Либо 3, либо 4. Сонда бірінші маңызды кеңес, оқушылар, мүмкін болатын жауапты анықтау. Қайсысын анықтап алғанымыз түсінікті ме, оқушылар? Түсінікті. Жақсы. Енді қараңдар, біздің жағдайымызда мынауымыз сірке қышқылы, мынауымыз құмырсқа қышқылы. Құмырсқа қышқылының метил эфирі. Сірке қышқылы ол карбон қышқылына жатады, ал мынау күрделі эфирге жатады. Ал күрделі эфир түзілу үшін, оқушылар, біз білеміз, күрделі эфир түзілу үшін қышқылға нені қосу керек бізге?
Спирт қосу керек. Спиртті қосу керек. А мына жерде спирт қосылып тұр ма бізде? Жоқ, наоборот, Жоқ. қышқыл. Значит, мынау сызаты ол не деген сөз? Қышқыл деген сөз. Қышқыл деген сөз. Ал енді қышқылға классаралық изомер сірке қышқылы бола ала ма? Бола алмайды. Жоқ. Сондықтан да бір атпады айт. Сонда дұрыс жауабымыз қайсысы болады деген сөз, оқушылар? Екі болады деген сөз. Түсіндіңдер ма? Қалай Күрделі эфир. дұрыс жауапқа келгенімізді? Аха. Жақсы. Енді біз білеміз. Б-ға либо 3 келеді, либо 4 келеді. Енді қараңдар. Мына жерде Z затына не қосып тұр? Спирт қосып тұр. Ал енді спиртке жаңа қосу қандай нені түзетті дедік біз, оқушылар? Күрделі эфирді түзіледі. А мына жерде 4 көміртегі атом бар. Күрделі эфир ол сірке қышқылының этил эфирі. Сонда ал күрделі эфирге классаралық изомер не болады? Күрделі карбон қышқылы. Бутан қышқылы болады. Болды. Көріп отырсыңдар ғой, сонда мына генетикалық қатарды жазып жатудың не? Мүлде қажеті жоқ. Қалай дұрыс жауапқа келгеніміз түсінікті ма? Біз осылай ақылы каналда контекстер 250-дей сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Сол арқылы осылай үйренесіңдер. 34-ті 33 34 жұрт қалдып кете өттік қой. Реакция нәтижесінде түзілген заттардың құрамында бейметалдардың тотығу дәрежесі бойынша сәйкестендірілген. Мынау бром. Бромның топ нөмірі қанша, оқушылар? 7. Оның тотығу дәрежесін табу үшін всегда 8 алып тастай береміз. Неге? Өйткені бейметалдар сырт қабатын нешеге жеткізуге тырысады, оқушылар? 8-ге. 8-ге жеткізуге тырысады. Азоттың топ нөмірі қанша? 5. 5-тен 8-ді алып тастаймыз. Сонда неше шығады, оқушылар? -3 шығады. Бұл жерде даже реакцияны жазудың да несі жоқ? Қажеті жоқ. Номері 35-ші сұрақ. Мыс сульфаты. Енді оқушылар білетін шығарсыңдар, мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде SO2 газы түзіледі, ал мына жағдайда реакция не істемейді бізде? Жүрмейді. Өйткені мыс сутекті ығыстыра не істей алмайды. Мұнда күкірт неше оксиді? 4 оксид. Номері 36. Күкірт қышқылының 650 грамм, 60% 350 грамм ерітіндісіне 350 грамм күкірт ангидрин қосылған, ол енді күкірт алкоксидінің массы. Біз қалай шығаратын едік, оқушылар? Сразу омега-1 көбейту не? М1 қосу омега-2 көбейту М2 тең омега-3 көбейту М1 қосу М2 деген формулаға қоя саламыз. Сонда 60, біздің жағдайымызда 60% 350 грамм ерітіндісіне дейді. Сонда 60 көбейту 150. Солаймыз ба, оқушылар? Қосу 350, күкірт 6 оксид десе неше көбейтеді? Кімнің есінде? 122-де 5. Дұрыс айтасыңдар. 122-де 5 тең омега-3 көбейту М1-іміз біздің 150, М2-міз 350. Әрі қарай 60-ты 150-ге көбейтіп жіберейік, қызық болсын. 60 көбейту 150, 9000 шығады екен. Қосу 350 көбейту 122-де 5, 42-де 875, мұнда қорқыныштан шығады екен. Омега-3 көбейту не болады? 500. Мынаған қосам 9000-ды. 51.875 бөлу не болады? 500 тең омега-3. Егер бізде оқушылар 100-ден асып кетсе, не істейтін едік біз, оқушылар? 100-ді азайтамыз. 100-ді азайтып, нешеге бөле беретін егер қашан? 0,225-ке бөлетін егер. Сонда 16-да неше шығады екен? 67 шығады екен. 16-67. Енді 16-67 шықты, бізге несін тап дейді? Массасын тап дейді. Енді масса SO3-ті табу үшін не істейміз енді? 0,1667-ні, яғни 16-67-ні көбейтеміз нешеге? 500-ге. Ерітіндінің массасы бізде қанша болды жаңа, оқушылар? 500 болды. Сонда 83-те 33 шығады. Бар ма ондай жауап әйтеуір? Сұрақ бар ма? Бізге массасын тап деп сұрап тұр екен ғой. Түсіндіңдер ме, оқушылар? Сұрақ жоқ екен. Номері 37-ші сұрақ. Электрон жұбының доноры дейді. Бұл да жаңа кімнің теориясы, оқушылар? Льюис теориясы. Электрон жұбының доноры болу үшін ол қандай формулаға бағыну керек? AXN
ем деген формулаға, иә. Біздің жағдайымызда егер м-нің саны нөлге тең болса, ол не болады деген сөз? Акцептор болады. Акцептор болады. Ал м-нің саны бір немесе одан үлкен болса, ол не болады деген сөз? Донор болады деген Донор. сөз. Мынанікі AX2, E2 болады. Ол Мынанікі болады. AX3, E1 болады. AX2, E0 болады. AX2, E0 болады. Тағы қайсысы бар бізде? Ну, дұрыс жауап F, Басы B үш болады. және не болады? А болады. Түсіндіңдер ғой, да? Иә. Мгм. 38-ші сұрақ. Үш сынауықта құйылған заттарды анықтау үшін үстіне натрий гидроксид құйды. Бірінші сынақта көк тұнба. Көк тұнбаны бізде әрине мыс хлор 2 түзеді, нәтижесінде мыс 2 гидроксиді Мгм. көк тұнбаға түседі. Екінші сынақта өткір жағымсыз иісті газ түзілді. Газ түзілетін ол аммоний ғана газ түзалады, аммиак түзалады. Үшінші сынақта қоңыр түсті тұнба түзілді. Әрине не туралы? Феррум хлор 3. Оқушылар, мен жаңа айттым ғой, міндетті түрде жаттау керек деген документ, соның ішінде міне түсті қосылыстар деп тұр ғой, көрдіңдер ма міне? Химиялық қосылыстардың түсі деп. Сендерге не көрініп жатыр оқушылар қазір? Көрініп тұр ма сендерге? Иә. Міне көрінер ма? Темір үш Көрініп тұр, көрініп тұр. гидроксиді көрінер ма? Қандай тұнба дейді? Қызыл қоңыр тұнба дейді. Дальше мыс 2 гидроксиді, міне мыс 2 гидроксиді не дейді? Көк түсті кристалл. Көріп отырсыңдар ғой, түстерімен бәрін салып қойдым жинақтап. Соны просто адам айтқан істеп көріп шықсаңдар, мұндай сұрақтардан қиналмайсыңдар. Келесі, суретте берілген Берілген заттардың көрсете құрамында салса, кеседі. Оқушылар, сұрақ көрініп тұр ма сендерге? бағанағы сұрақтың берілгенін көрсете саласыз ба? Барлығы ше қазір видеоға болып барады, видеодан қарап көріңдер ше. Өйткені қайтадан обратно неғып ыңғайсыз ғой. Келесі, суретте берілген заттардың құрамында кездесетін көмірсуды гидролиздеу нәтижесінде түзілген өнімді тотықтыратын реагенттер дейді. Енді суретте берілген ол не бізде оқушылар? Рахмал. Рахмал. Картоп, иә. Картоптан не аламыз біз? Рахмал. Крахмал Рахмал. аламыз. Крахмал деген қалай жазылады? Крахмал. Гидролиз. Крахмал гидролиз дегенде не түзіледі бізде оқушылар? Альфа глюкоза. Глюкоза түзіледі, глюкоза. А глюкоза ол қандай классқа жатады? Альдегид. Альдегидоспирт. Альдоспиртке жатады, альдоспирт. Альдоспирт деген сөз, дұрыс айтасыңдар, құрамында қандай топ бар деген сөз? Альдегидтік топ бар деген. Альдегид пе? Альдегидтік топ бар. Альдегидтік топтар әрине альдегидтік топ бар Күміс. және спирттік топ бар деген сөз. Спирт. Енді біздің жағдайымызда альдегидтік топтар қандай реакцияға салады? Күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі жаңа дайындалған мыс 2 гидроксиді, хром суы вряд ли, феррум хлор 2 вряд ли, және мыс Купромомен де болады. Осы төртеу болды. Үшеу болды. Номер 40. Ацетиленді калий перманганатының ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілетін қосылыстар дейді. Дұрыс жауап әрине қымыстық қышқыл түсіреді. Этилпропилацетальдегид, этан. Этан екі қышқыл деп те айтуға болады. Этан екі қышқыл деп те айтуға болатын шығар. Сірке қышқыл келмейді метан. Сұрақ бар ма оқушылар? Жоқ. Сұрақ жоқ. Жақсы. Енді бұл жерде сіздерге түсінікті болу үшін давайте мектеп кітаптарын нақтырақ аш. Көрініп тұр ма оқушылар сендерге? Қазақша ашайық, қазақшасы. Сендерде мектеп кітабының электрондық варианты бар ғой, е? Егер жоқ болса, тегін каналға жіберейін, айтыңдар. Бұл негізі оқулық KZ сайтынан да басып алсаңдар болады, еш қиындықсыз. Не көрініп тұр? Алкиндер көрініп тұр. Алкиндер көрініп тұр, жақсы. Просто қазір сендерге мынау реакцияны тауып беріп көрсетейін деп жатырмын. Қараңдар, гидратация реакциясы суды қосқанда біз оны сынап тұздары қатысында оны не деп айтамыз? Кучеров реакциясы деп айтамыз, оны жақсы білесіңдер, е? Одан кейін маңызды міне мынау.
көрініп тұр ғой, иә? Ацетилен оңай тотығады. Егер ацетиленді калий перманганатын гербиц арқылы өткізсе, тотығу реакциясы оңай жүреді дейді. Нәтижесінде қандай қышқыл түзіледі дейді оқушылар? Қымыздық қышқыл. Бұл реакция не дейді? Бұл еселі байланысқа не болып табылады екен? Сапалық реакция болып табылады. Яғни калий перманганатының сулы ерітіндісі не істейді деген сөз оқушылар? Түссіздендіреді деген сөз. Сұрақ бар ма оқушылар? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ. Жақсы. Енді оқушылар, біз алдағы уақытта қалай дайындаламыз? Сіздер мен бірге мен бірінен бастап уже отпускқа шығам. Бірінен кейін біз күнделікті сіздермен сабақ өтіп отырамыз. Сондықтан да одан бөлек сіздер кітаптың қай параграфтерін оқу керек, мен барлығын жазып жіберем. Сосын әр тақырып бойынша қай параграфтерді оқу керек, сосын қай тесттерді орындау керек. Базаның тесттерін бәрін астына салып қоям. Параграфты оқисың, мынау тестті орындайсың деп бәрін жүйелеп салып қоям. Солармен жұмыс жасаңыздар пока. Түсіндіңіздер ма? Мен курсты бастаймын дегенше. Назарларыңа оқушылар, рахмет. Біз давайте завершитті басайық та, иә? Біз завершит. Тарих, басқа пәндер орындаймыз деген сияқты. Оқушылар, мен үлгермеймін, жұмысқа кетуім керек. Мен білесіңдер ғой да, ноутштамын қазір. Все. Ал қай жерден бал жоғалттық? Это 39 не еді оқушылар? 39 кімнің есінде? не ғой? Аммоний хлориді, феррум солар емес пе? Жоқ, картоп шығар ол жаңа. Картоп, картоп. Картоп анау мыс оксиді лишнего дейді. Мыс оксидін личный белгіледі ғой деймін оқушылар. Точно мыс гидроксидімен не точно аргентум екі. Мыс оксиді артық болуы мүмкін. Жақсы. Оқушылар, Сол екен. мыс оксиді артық шығар, скорее всего. Оқушылар, талдауы түсінікті деген ойдамын. Курс нұсқа талдау көңілдерінен шыққан шығар. Міндетті түрде ютубқа, тегін телеграм каналға және ақылы каналдарға жіберемін. Қатысқан оқушыларға рахмет. Сау болыңдар.